Ассаламуалейкум достар, менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту эксперті боламын. IPS және Синергия университетінің сертификатталған бизнес тренерімін. Осы видеода мен сіздермен жетістік тиімділігінің 7 сырымен бөлісетін боламын. Жетістікке жетіп бақытты болу адамзат баласының көне заманнан толғандырып келе жатырған басты армандарының бірі болып табылады. Бақыт туралы ойланбаған, қалам тартып жыр жазбаған даналар мен абыздар жоқ шығар сірә. Жетістік сырларын білу үшін біздің ғасырдан бұрын 2000 жылдан бері адамзаттың даналары ізденіп келген. Соңғы 100 жылда 100 миллиардтаған доллар мен мыңдаған сағат зерттеу жұмыстарына жұмсалған. Жақсы жаңалық, сізде барлығыңызда жетістікке жетіп бақытты болуға толық мүмкіндік бар. Қазіргі таңда ақпарат заманы, іздегеніңді табуға болады. Енді осы видеода мен сіздермен соңғы 100 жылда жетістікке жеткен үлкен тұлғалардың 7 сырымен бөлісетін боламын. Стэнфорд университетінің деректері бойынша жалпы орташа адам 98% өзінің потенциалын әрекетсіз қалдырады екен. Маңызды шаруалармен айналысудың орнына көбінде олар музыка тыңдап, интернетте отырып, өзі секілді сәтсіз адамдармен бос әңгіме айтып, жұмысын немқұрайлы жасайды екен. Енді әрбір адам қалаған уақытында өзіне жауапкершілік алып, өзінің толыққанды потенциалын қолдануға шешім қабылдаса, және де жетістікке жеткен адамдардың амалдарын зерттеп, сол амалдарды қайталайтын болса, ол да тура сондай жетістіктерге жетуге толық мүмкіндігі бар. Сіздің кім болғаныңыз маңызды емес, сіздің қай жаққа бара жатқаныңыз маңызды. Адамның миында 100 миллиард клетка бар. Соның әрқайсысы 20 000 нейронды клеткаларға тағы да байланысады. Сонда бірден кейінгі 8 парақтан тұратын нөлі бар потенциал адамда бар. Жалғыз ғана кедергі адамның өзіне белгілеген кедергісі болып табылады. Мысалы, менің жасым келді, кезінде оқымадым, жағдайым жоқ, уақытым жоқ деген сияқты кедергілер адамда тоқтатады екен. Потенциал бойынша әр адам өзіне қою керек сұрақ: мен өмірімді қалай өткізгім келеді? Немен айналысқым келеді? Егерде сізде қалаған нәрсеңізбен айналысуға болатындай мүмкіндік болса, немен айналысар едіңіз? Және де бастысы сіз бағытыңызды таңдап, сол бағытта жетістікке жеткен адамдардың амалдарын зерттеп, сол амалдарды қайталау керек. Енді жетістікті бағалайтын 7 фактор бар. Сол фактор бойынша 1-ден 10-ға дейін ұпай қойып, нәтижесінде өзіңізге шешім қабылдаңыз, немен айналысатыныңызды. Жетістіктің бірінші көрсеткіші ол жан тыныштығы. Барлық адам жанының тыныштығын қалайды. Енді осы жолда ақиық ақын Мұқағали өлеңімен былай айтып кеткен: үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты деген. Ал Құран кәрімде жаратқан иеміз Рахд сүресінің 28 аятында былай деген: шынында Алланы еске алумен ғана жүректер жай табады деген. Жетістіктің екінші көрсеткіші ол адамның денсаулығы. Денсаудың жаны сау демекші, адам жаттығып тұру керек, дұрыс тамақтану керек, дұрыс ұйқы деген секілді адам өзін қуатты сезіну керек. Енді оның көрсеткіші ол күнделікті өзіңіздің бойыңызда сезінетін қуаттылық. Ал қуатты болу үшін адам күнде өзін күтіп және жаттығып тұру керек. Жетістіктің үшінші факторы ол жақсы қарым-қатынастай білу. Ғалымдардың айтуы бойынша бақыттың 85% ол жақсы қарым-қатынаста дейді. Егерде біз айналамыздағы тумаластарымызбен, жақын адамдарымызбен жиі ұрсатын болсақ, қарым-қатынасымыз нашар болса, ол біздің психикалық жүйкемізге және менталды сезімімізге әсер етеді. Ар жағында ол үлкен ауруларға алып келуі мүмкін. Сондықтан бақытты болу үшін, жақсы жетістіктерге жету үшін тікелей көрсеткіш ол жақсы қарым-қатынасқа байланысты екен. Жетістіктің төртінші факторы ол өзіңнің сүйікті ісің, сүйікті кәсібің. Адамда өзінің сүйікті кәсібі болса, ол оны жүрегімен, жанымен жақсы көрсе, ол сол жерде өзінің потенциалын ашу арқылы, сол қиын істерді орындау арқылы, табысын табу арқылы ол өзін жақсы сезіне бастайды. Сол табыс арқылы өзінің басқа тұстағы, өмірлік басқа тұстағы қажеттіліктерін өтеп, өзін жақсы сезінеді. Жетістік пен бақыттың 5-ші факторы ол қаржылай тәуелсіздік. Барлық адам бостандықтың ләззатын сезінгісі келеді. Енді бостандықтың ләззатын сезіну үшін әрине адамда өзінің бір жинағы болу керек, ертеңгі күнге уайымдамау керек. Өмірдегі маңызды бақыттың бірі ол адам ақшасын сақтап білу керек. Және де
оны инвестиция жасап, активтерін сақтандырып, және де ұзақ мерзімді табысын жоспарлап білу керек. Өкінішке орай, статистика бойынша 69% адам өзінің пенсия жасынан кейін жұмысын ары қарай жалғастыруға тура келеді. Себебі олардың ұзақ мерзімді қаржы жоспарлары болған жоқ, олар ақша сақтаған жоқ. Сондықтан оларда ары қарай жұмыс жасауға тура керек, өзінің қажеттілігін өтеу үшін. Енді бұндай жағдайға өзіңізде түсіп қалмау үшін қазірден қаржы сауаттылығына көңіл бөліп, ұзақ мерзімді жоспарларыңыз жасап, ақшаларыңызды сақтап бастаңыз. Жетістіктің 6-шы факторы өзін өзі жүзеге асыру сезімі болу керек адамда. Мысалы, адам толық потенциалын қолға алып, ойлаған істерін жүзеге асыратын болса, ол өзіне көңілі толып, бақытты сезіне бастайды. Ал өкінішке орай, көп негатив сезімдер ол потенциалын толық қолданбағандықтан, ойлаған істерін жүзеге асыра алмағандықтан, адам өзін бара-бара бақытсыз сезіне бастайды. Жетістіктің 7-ші белгісі ол өздігіңізше өмір сүру қабілеттілігі. Ешкімге тәуелді болмай, адам өзіне қожайын болса, өзі шешім қабылдап, баратын жері, киетін киімі барлығын өзі шешетін болса, ол да бір жетістіктің бір белгісі болып табылады. Жақсы жаңалық, әр қайсымыз осы жетістіктің 7 факторын қолдану арқылы жетістікке жетіп, бақытты бола аламыз. Бастысы осы өмірде біз қандай жетістікке жеткіміз келеді, соны белгілеп алуымыз керек. Және де оған мақсат қойып, күнде сол мақсатқа не істеу керек, амал ету керек. Сол кезде біз жетістікке жете аламыз. Жетістік өздігінен келмейді. Оған амал ету керек. Өзіңіздің жетістігіңізді байқағыңыз келсе, осы 3 нәтижемен байқасаңыз болады. Жетістіктің бірінші қасиеті ол өзіңді жоғары бағалау, өзіңе сену, өзіңе разы болу. Екінші қасиет өзіңді сыйлау. Өмірдегі жасаған жақсылығыңызға, көптеген істеген еңбек амалдарыңызға, өзгелерінде сізге деген сый құрметі, соның ішінде отбасыңыздың сізге деген сыйластығы. Жетістіктің үшінші қасиеті ол өзіңе деген мақтаныш сезім. Өзіңе деген разы болу, өзіңнің әр амалыңның құндылығына деген өзіңнің көңілің толу. Егер де адам өзіне мақтаныш сезімі болса, оның өзіне деген бағасы өседі. Ал бағасы өсу арқылы оның әр істеген амалы жақсы болады. Ал амалының жақсы болу арқылы өмірінің барлық тұстары, барлық бағыттары жақсы оңалады. Сөйтіп бақытты сезінеді өзін. Міне достар, жетістіктің сыры қарапайым. Табысты адамдарды зерттеңіз. Өзіне сенімді, өзін бағалайтын, өзіне разы адамдарды зерттеп, солардың кітаптарын оқыңыз, солардан кеңес сұраңыз, солардың амалдарын жасап бастаңыз. Енді жаңа айтқандарды іске асыру үшін мен сіздерге жаттығу берейін. Біріншіден, өміріңіздің қанағаттанатын, өзіңізді қуаныш сезінетін 3 бағытын белгілеңіз. Екіншіден, денсаулық бағытында қандай денсаулық пен қуат беретін маңызды 3 тұсы бар. Үшінші, өмірлік жақсы қарым-қатынаста болатын 3 адамды белгілеңіз. Төртіншіден, сіздің ең маңызды жұмысыңыздың ең маңызды элементтері қандай? Сізді жұмыста көбірек қанағаттандыратын және қуантатын факторлар қандай? Бесінші, қаржылай тәуелсіздікке апаратын 3 мақсатты атап өтіңіз. Және де өмір барысында қанша ақша жинағыңыз келеді? Айына, жылына қанша ақша тапқыңыз келеді? Және де жақындарыңызға қалдырғыңыз келетін ақша саны қандай? Алтыншы, өзіңізге көңіл толуда және де бақытты болуда өміріңіздегі сізді қанағаттандыратын қандай 3 әрекет бар? Жетінші, егер сізге күнделікті қажет уақыт пен ақша болса, өздігіңізше өмір сүру үшін нені өзгеше істер едіңіз? Және де осы тапсырмаларға байланысты қандай бір істі шұғыл қолданасыз? Достар, егер де осы видео ұнап жатса, лайк басыңдар, достарыңызбен бөлісіңдер. Алда уақытта қандай тақырыптың, қандай мәселелердің басын ашқыңыз келеді, төменге жазып кетсеңіз болады. Және де Өзгер академиямен бірге дамығыңыз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыз болады. Апта сайын жаңа тақырыптағы видеолармен хабарды боласыздар. Алла тағала баршаңызға екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Келесі видеода көріскенше қош аман болайық.